Мен Наушабаева Гүлбағира Арыспекқызы. 1974 жылы Жамбыл облысы Меркі ауданы Қызылту ауылында дүниеге келдім. 1991 жылы нөмір 19 Сыпатай Әлібекұлы атындағы орта мектебін аяқтап, Алматы қаласындағы Қыздар педагогикалық институтының филология факультетін бітіріп, еңбек жолымды нөмір 5 Ағарал жалпы орта білім беретін мектеп гимназиясында жалғастырудамын. Ұстаздық қызмет еткеніме биыл 27 жыл толып отыр. Ұстаздық жолында әдістемелік бірлестік жетекшісі ретінде әрбір мұғалімнің жасаған жұмыстарына тиянақты баға, тиімді ұсыныстар мен пікір қосып келемін. 2020 жылы педагог шебер санатын иеленіп, жас маманға тәлімгер ұстаз болып, өз тәжірибемді бөлісіп, бағдар мен әдістемелік көмек көрсетудемін. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Домбырамен ән айтып, ақындық өнерімен де аудандық байқауларға қатысып, өз жанымнан жыр жазып, республикалық журналдарға жарияланып, жүлделі орындарды иелендім. Шығармашыл ұстаз ретінде Ағарал прогресс кәсіби қоғамдастығының самғау тобымен сабақты зерттеу үдерісін жүргізіп келемін. Әдептілік кеңесінің төрайымы болып, мұғалім мәртебесін көтеруде өз үлесімді қосудамын. Ұлағатты ұлы тұлғалардың келешек ұрпаққа қалдырған ұлы игі істерінің үлгісін насихаттау мақсатында мектебімізде жүзеге асырылып отырған өнеге жобасына жетекшілік етудемін. Жобаның бірінші бағыты бойынша құндылыққа негізделген Абай әлемі атты бағдарлама жаздым. Ол курста оқушыларға тәрбиенің нұрлы көзі болып табылатын ұлт ұстазы Абай Құнанбаевтың қара сөздері мен өлеңдерін тереңдетіп оқытуды мақсат еттім. Жобаның екінші бағытында Хакім Абай айтқандай, қарекет қыл, пайдасы көпке тисін деген ұлағатты сөзін ұран қылып, ұстанған шәкірттерінен құралған еріктілер клубы жұмыс жасауда. Үшінші бағыты бойынша жас маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда тәлімгерлік жұмысын жүргізудемін. Назарларыңызды Брукфилдтің 4 линзасына аударсаңыздар. Гүлбағира Арыспекқызы қандай ұстаз? Болашақтың білім нәрін себуші ұстаздарымыздың бірі Наушабаева Гүлбағира Арыспекқызын іскер, білікті, шығармашыл ізденістегі кәсіби шыңдалған маман деп тануға болады. Әр баланың рухани жан дүниесіне жол табуда Гүлбағира Арыспекқызы аудан, облыс көлемінде іс тәжірибесімен бөлісіп жүрген ұстаз. Оның өз бойындағы ақындық, әншілік талантымен қатар оқушылары да ұстаздың осы қасиеттерін бойларына сіңіріп, облыс, республикадан жүлделі орындарды көрінуде. Наушабаева Гүлбағира Арыспекқызының Абай әлемі авторлық бағдарламасы бүгінгі өскелең ұрпаққа үлгі, өнеге, тәлім тәрбиесі мол болары анық. Үздік тәжірибені тарату бойынша өнеге жобасының аясында Жамбыл облысы Меркі ауданы Ағарал нөмір 5 гимназиясының оқытушысы Гүлбағира Арыспекқызының Абай әлемі атты жобасымен танысып шықтым. Жобада пайдаланған Абайдың қара сөздері, Абайдың өлеңдері шын мәнісінде Абайдың шығармашылығын, Абай әлемін ашықтауға негізделген. Ал жобада пайдаланған Абайдың әндері жалпы қазақтың халық композиторларының әндерін терең түсінуге септігін тигізері сөзсіз. Гүлбағира Арыспекқызы шығармашыл, шыншыл ұстаз. Себебі оның бойынан шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті, жауапкершілікті көруге болады. Ал Гүлбағира Арыспекқызының Абай әлемі курсына келер болсақ, әрине бала тәрбиесіне қосар үлесі зор. Ұлт ұстазы Абай Құнанбаевтың қара сөздері ар өлшемі тәрбиенің нұрлы көзі болып табылады. Абай әлемі курсын оқуда біз тек бір ғана ұлттың рухани құндылықтарын емес, бүкіл адамзат баласының ақыл-ой парасаттың көркем үлгісі екенін санамызға сіңіріп, қазақ халқының рухани құндылықтарын терең түсініп үйрендік.